Трендтегі шайын мускат біткеннен соң қазір осы мандарин букеті тренд болып жатыр екен. Енді осы букетті өзім бір қолыммен жасап көрейінші дедім. Бірақ алдын ешқандай букет жасап көрмегеннен соң бастапқыда қолым үйреніспей шамалы қиналғаным рас. Мына жердегі керекті құралдардың барлығын жолдасым базардан әкеліп берген болатын. Как раз бүгін жаныма жақын құрбым үйіне қонаққа шақырған болатын. Сол құрбыма арнайы өз қолыммен, бар махаббатыммен осы трендте жүрген мандарин букетін өзім жасап сыйлыққа апарып берейін деп шештім. Ең алдымен мандариндердің барлығын жуып, құрғақ салфеткамен сүртіп тазартып алдым. Одан кейін ағаш шпажканың осындай үлкен түрін алған жақсы екен, өте ыңғайлы. Ағаш шпажкаға мандариндерді салып, одан кейін осылай скотчтың көмегімен орап шығамыз. Бастапқыда қолым кішкене үйреніспей қиналғанмен артынан жасауы оңайға соқты. Мандарин букетін осылай әсемдеуге кірістім. Мына жерде менде 25 штуктай мандарин кетті.